Не болды жеңше? Али, былай істейміз бар ғой. Ертеңнен бастап ағаңды қасыма алып, боянып, әдемі болып киініп алып, костюмімен бүйтіп өзінше сондай посттар саламын. О, үйтпеңіз жеңше. Күйеуіңіз көрсетсеңіз ертең жазады елдің бәрі. Сенде ғана күйеу бар ма, нақ көрсетіп кеттің деп. Ал бетіңізді бояғаныңыз бар ғой. Немене 5 тонна бетіңе бояу жағылғансың, күйеу бар адам емессің ба, ұялмайсың ба, кімге ұнайын деп жүрсің дейді. Ал киініп алсаңыз, айтады ертең, адам өзі қиналып жатқанда неменеге мода көрсетіп жүрсің деп айтады. Оған өздері ғой жазып жатқан, күйеуің көрсетпейсің дейді, киінбейсің дейді, соның бәрі істейін деген ғой. Жеңше, мен білем ғой, мен солардың арасында бар. Кім? Солардың арасында комментарий жазып отырам деген, оқып отырам деген ғой комментариялар. Онда мен вообще түспей қойшы. Жеңше, тоқсайшы. Ну, жақсы вариант. Құрметті оқырмандар, аямай жазыңыздар. Отырса опақ, тұрса сопақ қыз жеңіздер, жаза беріңіздер, неғып ондайсың, неғып сондайсыңдар. Жалғыз өзім түсіп жүрмеймін ба? Жанған адам, ол жолы болған адам кім?